Армысыздар, достар. Бүгін біз елбасының 5 әлеуметтік бастамасы бойынша 4-ші бастамасы микрокредиттер беру, шағын және орта бизнестерге арналған микрокредиттер беру бойынша осы аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамына бүгін келіп отырық. Енді сіздерге бірінші сұрақ осы қалай жұмыс істеп жатсыздар осы бағдарламамен? Бұл бағдарламамен бізде енді бұл бағдарламада әлеуметтік сала болғаннан кейін именно осы шағын несиені, шағын кәсіпкерлікті несиелендіруге бізде әлеуметтік бағдарлама бар. Ол нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылға арналған бағдарламасы аясында біз қаржыландыру іске асырып жатырмыз. Именно осы аграрлық несие корпорациясы бұл бағдарламамен 2017-тен бастады. Бұған дейін оператор толық қаржылай қолдау қоры болатын. 2017-тен бастап біз де осы бағдарламамен несиелендіруді бастадық. Бұл жерде біздің айырмашылығымыз, біз несиелендіруді облысымызда орналасқан несие серіктестіктер арқылы жүргіземіз. Және де микроқаржы ұйымдары бар. Соларға мақұл. Бұлай қиын сөздермен айтып түсіндірдіңіз енді халыққа жеңіл тілмен айтып түсіндіріп берсең, қандай бағытта және қандай нәрселерге алды? Жылқыға алды ма, малға алды ма? Мысалы Жуалы ауданында мынандай алды, Байзақ ауданында мынандай алды. Мен сізге бұл жерде қазір енді именно аграрлық несие корпорациясы қалай несиелендіріп соны айтып кеттім. Енді ары қарай төменірек түсетін болсақ, несие серіктестіктер қалай қаржыландырып жатыр, ол ақшаны ары қарай біз яғни микроқаржы ұйымына определенный мысалға 100 миллион, 200 миллион аударып бердік. Енді олар ары қарай қалай қаржыландырады? Біз именно осы нақты осы ақшаны ауылды мекендерге және шағын қалаларға береміз. Бұл жерде басты несі ауыл шаруашылығына келіп жатыр. Ауыл шаруашылық саласына және осы ауылдағы бизнесті дамытуға арналған. Бұл жерде былтыр мысалға бергеніміз 4 түлік малдың бәріне беріп отыр. Яғни 4 түлік малға өсіруіне ары қарай және де бордақылауына беріп отыр. Және жаңағы қымыз сауына, шұбат сауына алған болды. Бұл жерде 7 жылға дейін беріледі 6%. 1 жылдық, 2 жылға дейін каникул бар, өтеу мерзімінде жеңілдігі бар. Мысалы асылына алған қарыздың 2 жылға дейін төлемейді, 2 жылға дейін тек қана пайызын төлеп отыр, 2 жылдан кейін басса қайтара алса. Яғни мысалы биыл төл алса, ол биыл мал алса, келесі жыл төлейді, ары жыл сол төлін сатып уже жеңілді, 2 жылдан кейін сонымен жауады. Бұл жерде нагрузка дейміз ғой, жаңағы қаржылар болса азығы бәрі есептейді. Және айта кетейін, бұл жерде 3 топқа бөлінеді жаңағы кредит алатын азаматтар. Яғни ол жеке кәсіпкер болу керек, шаруа қожалық болу керек. Бұл жерде жаңадан бастайын деп жатқан, яғни стартап дейміз ғой, жаңадан бастайын деп жатқан кәсіпкерге бере аламыз. Және де 1 жылдан бастап өз қаражатымен бастаған, ары қарай кеңейту керек. Соған бере аламыз. Немесе уже 3 жылдан, яғни аяғына нық тұрған, 3 жылдан жоғары жұмыс істеп жатқан шаруа қожалығына немесе кәсіпкерге бере аламыз. Енді мен мынандай жағдаймен кездестім. Мысалы, шаруа қожалық ашқысы келетін адамның беретін несиеге қоятын гарантийный несі займы, мысалы 3 миллион теңге. Үйін санайды, қорасын санайды, 3 миллион теңге. Оған кредиттің санаған кезде 1,5 миллион теңге шығады. 1,5 миллион теңгені ол 750 мың ғана алады. Сондай ғой схемасы. Ол деген бірге бір іске асыраңыз ойыңыз сондай алады. Енді ол кісілер сөге 750 мың теңгеге қорасын соғады ма, әлде мал алады ма? Қараңыз, бұл жерде сіз айтып отырсыз ғой, жаңағы 3 миллионға бағалайды, оның жартысын алады. Ол жерде емес, районға байланысты, мысалға қалалық жерде ол мүлкі болса 70%-ға дейін бағаланады. Мысалы 10 миллион болса, оны 7 миллион алады. Ауылдық жерде болса 60%-ын алады, 6 миллионға дейін. Енді бұл жерде қараңыз, 4 миллион 6 миллионға дейін берілетін жаңадан бастап жатқан стартапқа сумма сондай ғой негізі. Бірақ енді ауылды мекендерде көбіне білесіз, жаңағы үй 2 миллион шығады, 3 миллион шығады. Енді 2 миллион 3 миллионға 50 ғой, 70 қоймен ол не рентабельный тоже.
Сол бұл мәселеде жаңа бағдарламада қарастырылған, бұл жерде Казагро Грант деген компания бар. Казагро Грант 85%-ға дейін осыған тағы да өзінің гарантиясын беріп отыр. Яғни 2 миллионға жететін өзінің зауыты бар, осының 85%-ын тағы да қосып 3 миллионға дейін үстіне қосып, яғни ол 4 миллион 5 миллионға дейін несие алады. Ал Казагро Грантта мақұл оны қоя тұрайық, ал қанша адам сіздердің осы 5 әлеуметтік бастама арқылы көмек алды нақты? Нақты келетін болса, нақты цифраны айтады. былтыр 300 адам несие алды. Жаңа 2018 жылы 300 адам, 2017 жылы 205 адам. Биыл 350 адамға дейін қамту жоспарланды. Енді қанша адам осының арқасында жұмыспен қамтылды? Енді бұл жерде қараңыз, 300 адамның бір 100 адамның жаңадан жұмыс орнын ашу керек. Яғни ол уже аяғында тұрған адам, ол жаңадан 100 жұмыс орнын ашылса, анау 200 адам өзін-өзі жұмыспен қамтылып отыр. Яғни 300 адам 300-дің барлығы жұмыспен қамтылып отыр. Даже егер нық тұрған бизнесі бар адам, ол бағдарламаның обязательно бір шарты, ол бір жұмыс орнын ашу керек. Ол бір жұмыс орнын ашты, ал қалған 200 жаңадан өзінің тірлігін ашып отыр, өзін-өзі жұмыспен қамтылып отыр. Енді тағы бір нәрсе бар, байып жатқан жоқ па? Бұл бағдарламада бай адамға, ол енді қараңыз, бұл бағдарлама әлеуметтік болғаннан кейін, именно жаңағы ауылда отырған, жаңадан бастайын деп жатқан, қолында қорасы, үйінде қорасы бар. Бұл жерде мысалы біздің басқа бағдарламада мынандай шарттар бар. Өзінің 100 гектар жері болу керек, қоражайы болу керек, пәленбай несі болу керек. Бұл жерде әлеуметтік бағдарлама болғаннан кейін үйіне барамыз, есік алдында не бар? Сетка қорасы бар, навесі бар. Ауласында әр үйдің енді ауылда қорасы бар ғой, 500 қой сияқты. Біз соны қарай береміз. Бұл жерде басқа шарт жоқ. Сен бар 100 гектар жер алып кел, сен бар қора алып кел деген шарт жоқ. Бірінші требование, бірінші жеңілдік болса. Өзінің қолындағы бары, яғни өзінің қоражайы үйіндегі, и және әр ауыл округте тиісті жері бар, мал жайы бар. Енді мақұл, енді осы эфирді көріп, осы біздің ақпаратты оқыған жас азамат немесе жас шаруа қожалық иесі өзге сізден тікелей ештеңе ала алмайды. Бізден тікелей ала алмайды, бірақ бізге тікелей келсе, біз оған жаңағы облысымызда 11 несие серіктестігі қай жерде орналасқан барлық контактының данныйын бере аламыз. Және жаңа микроқаржы ұйымы бар. Қай жерде орналасқан, соны бере аламыз. Енді ең басты сұрақ, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қалай жойып жатсыздар? Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бұл жерде енді қараңыз. Ең бірінші бізде бюрократия дейді ғой. Біріншіден байланысты ғой. Ана қағазын жетпейді, мына қағазын. Бұл жерде упрощенный. Бұл жерде дополнительный ешқандай қағаз сұралмайды. Өзінің қолындағы бар. Яғни сіз келдіңіз, мен несие алуым керек. Сізге айтамыз, барып, жаңа жеке кәсіпкер деген ашып берген салға болды. Үйіңізде не бар? Үйіңіз бар, әркім өзінің болмаса өзінің атына емес, бірақ әке шешесінің атына дейді. Бірге тұрып жатыр. Сол қағазды копия салып келіңіз. Адрес справка алып келіңіз. Жаңа банкте шот ашып, банкте шот ашып, соны алып келіңіз. Залогыңыз не? Соны алып келіңіз. Болды, басқа ешқандай қағаз жоқ. Жаңағыдай қоражай сұрамаймыз, басқасын сұрамаймыз. Үйіндегі қоражай кейін бұл жерде біз маманды жібереміз. Үйіне барып, кәдімгі документ алып келген, адресінің үйіне барып, үйіндегі қоражайын көріп, суреттесіп. Сіз жаңа айттыңыз 385 адамға беруге біз қазір 350 адамға біз осы жыл жоспарлап. Ол сан қайдан шықты? Бұл ауыл шаруашылығы министрлігінен қойылған ол барлық суммаға қойылған индикатив бар. Мысалға біздің облысымызға примерно 5 миллиард болатын болса, 1000 адамға, 1000 адамға біз қамтуымыз керек облыс бойынша. Соның мысалға бізге 1 миллиард 744 миллионын бізге беретін болса, 2,5 миллиардын ауыл шаруашылық қолдау қоры бар, сол арқылы береміз. Сол индикативті бөлгенде бізге мына суммаға 350 адам шығып тұр. Жаңа 2,5 миллионына 500 адам. Ол жаққа 300 емес, мүмкін 500 адамға берсек. Бұл минимальный требование. Біз минимальный 300-ге береміз. Былтыр мысалға біз 300 берсек, былтыр минимальный 260 болған, 240 болған. Сіздер 300 бердіңіз. 300-ге келгенде ол көбірек шығады. Біз потому что потолок бір әр адамға средний 5 миллион 6 миллион деп есептесек, бірақ келген адамдар бар, маған 2 миллион жетеді дейді, маған 3 миллион жетеді дейді. Сондай қалап жатқан ақшаны біз бұл ақшаны игеруіміз керек биыл. Андай жоқ, біз 300 адамға беріп болды,
200 миллион қалып қалды, ол қалып қалды келесі жылға деген. Бұл жерде басты жаңағы жоспар игеру ақшаны игеру және мейлінше көбірек адамды қамту болып тұр бұл жерде. Енді басты сұрақ, басты өтініш осы көріп отқан, тыңдап отқан, біліп отқан тұрғындарға сіздердің осыған қол жету үшін не істеу керек? Қараңыз, басты шарттарын айта кетейін осы бағдарламаның. Бұл бағдарлама, жаңағы бағдарламаның өзінде біз осы бағдарлама аясында жұмыс істейміз. Мемлекеттік бағдарлама осы бағдарламаның аясында жұмыс істейміз. Біз басқа дополнительный шарт қоймаймыз. Басқа да требование қоймаймыз. Тура осы программада қалай, сонымен жұмыс істеп жатыр. Бағдарламада жазылған. Егер ол 1 жылға дейін болатын болса, жаңағы кәсіпкер ашқан немесе ашатын болса, ол атамекен палатасынан оқу керек. Бизнес бастауы 1 айлық оқу жобасы бар. Ол қолында сондай сертификаты болу керек оқу деген. Немесе қазір барып жазып оқу керек. Сол сертификаты болу керек. Және жұмыссызбын деп әр өзінің ауданында тіркелу керек. Жұмыспен қамту орталығында тіркелу керек. Ақыр аяғында сол жерде сертификатымен жаңа жұмыссызбын деген сертификат алып келу керек. Направление алу керек. Соны алғаннан кейін енді выбор бар тағы да. Несие серіктестігіне жібере аламыз, микроқаржының үйіне жібере аламыз. Егер жоқ дейтін болса, қаржылық қолдау қоры бар. Тағы да бөлек тура осы бағдарлама аясында. Соған жібере аламыз. 3 бағытты 3 ұйым қаржыландырады. Несие серіктестігіне сәл ұзақтау болады, ол жақта мүше болып кіру керек. Минимальный взнос жарнасын төлеу керек. 50 мың теңге, 100 мың теңге соны төлеу керек. Бұл тиімді әр ауданда, ол ауданда отырып, ешқайда келмей, сол өзінің ауданда отырып ала береді қаржыны. Ол үшін таразға келудің қажеті жоқ. Яғни атамекеннің барлық ауданда филиалы бар. Атамекенде сол филиалында оқыды, сол жерден жұмыс қамту орталығына тіркелді, сол жерде несие серіктестігіне мүше болып кетті, сол жерден алды ақшаны. Болды. Ал егер жоқ мен қалаға келемін десе, атамекен микроқаржы ұйымы бар. Осы жерде орналасқан. 3-ші дәрежеде қаржы ұйымы бар, қаржылық қолдау қоры бар. Сол жерден алады. Немесе Шу ауданында орналасқан болса, Мойынқұм Шу болса, Қордай болса, ол жаңағы Шу ауданында орналасқан Шу микроқаржы ұйымына барады. Түсінікті. Егер жаңа сіз айтқандай біз бюрократиялық жасап, біз немесе жаңа несие серіктестігі тағы да басқа бір құжаттар, артық құжаттар сұрап жатқан болса, әрбір азамат, мысалы, нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылға арналған еңбек деген бағдарлама бар. Сол бағдарламаны ашса, және соған ереже жасалған. Тура сол атауы бірдей, ережесі бар тағы. Сол жерде ашса, сол жерде барлық несі жазылған. Қандай документ керек, қанша жылға береді, қандай пайызбен береді, барлығы көрсетілген. Ертең келіп, даже не қылса, любой азамат сонымен келіп айта алады. Сен неғып документ сұрап алсың, сен неғып мысалға 7 жылға емес, 2 жылға беріп жатсың, неғып 6% емес, 10%-пен беріп жатсың. Оның бәрі ашық. Рахмет сұрақтарыңызға. Енді алдағы уақытта біз басқа да микрокредиттік ұйымдармен осыны сұхбат жүргізетін боламыз. Сұрақтарыңыз болса, басқа да пікірлеріңіз болса, астына пікір қалдырыңыздар. Сол сұраққа жауаптарды Ауыл шаруашылық министрлігіне жіберіп, жауаптарын алатын боламыз. Барлықтарыңызға рахмет.